Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ халқының қалыптасу үдерісінің аяқталуы. Оқу мақсаттары ежелгі және орта ғасырлар тарихының оқиғалары арасында байланыс орнату арқылы қазақ халқы қалыптасуының негізгі кезеңдерін анықтау. Енді ең алдымен балалар этнос пен этногенез деген сөздердің мағынасын ашып алсақ, этнос гректің этнос, яғни халық деген сөзінен шыққан, ал этногенез ұғымы халықтың құрылу үдерісінің негізін білдіреді. Қазақ халқы шығу тегінің тарихы негізі этногенезі өте күрделі болып табылады. Кез келген этностың қалыптасуында қоныстанған аумақтың тұтастығы негізгі маңызды рөлді атқарған болады. Қазақ халқының қалыптасуы балалар негізі екі кезеңнен тұрады. Ол үндіеуропалық кезең және түркілік кезең. Үндіеуропалық кезеңге негізінен қола дәуірі мен темір дәуірі аралығы жататын болса, түркілік даму кезеңіне түрік қағанатынан бастап мынау моңғол кезеңіне дейінгі аралықты қамтиды екен. Енді 18 ғасырдың басына қарай тұрғындардың бірігу үдерісіне не әсер етті? Ең біріншіден ерте феодалдық мемлекеттердің құрылуы әсер етті. Екіншіден шаруашылық пен мәдениеттің ортақтығы әсер етті. Үшіншіден түркі тілінің басымдығы әсер етті. Және ең соңғы төртінші фактор бізде көшпелі мал шаруашылығының отырықшы егіншілік пен қала мәдениетінің дамуы ықпал етті. Енді балалар яғни қазақ халқының халық ретінде қалыптасуының негізгі 5 кезеңін атап көрсетсем болады. Бірінші кезең арғы түріктер дәуірі, яғни бұл біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтан 7-ші ғасырдың ортасына дейінгі аралықты қамтыған екен. Екінші кезеңге жататын уақыт аралығы түркілік кезең. Ол 6-ші ғасырдың орта шенінен 9-ші ғасырдың ортасына дейінгі аралықты қамтиды екен. Үшінші кезең арғы қазақтардың кезеңі, яғни 9-ші ғасырдың орта шенінен бастап 12-ші ғасырдың басына дейінгі аралық. Төртінші кезең алаш қауымдастығының қалыптасу кезеңі және 13-ші ғасырдың ортасынан бастап 15-ші ғасырдың соңына дейінгі аралық, яғни бұл алаш қауымдастығының қалыптасу кезеңі екен. Ең соңғы кезең бізде қазақ халқының қалыптасу кезеңі, бұл қазақ қауымдастығының қалыптасуы, яғни 15-ші ғасырдың ортасынан, яғни мынау Керей мен Жәнібектің қазақ хандығын құрған кезден бастап 18-ші ғасырдың басына дейінгі аралық жалпы қазақ халқының этнос ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері осы 5 кезең болып табылады екен. Енді балалар бізде тапсырма, яғни бірінші тапсырма қазақ халқының қалыптасу кезеңдерін көрсетеміз және де оны нақтылай жауаптарын дәптерге жазып қоямыз. Екінші тапсырма бойынша, екінші тапсырма 13-ші ғасырдың басына қарай тұрғындардың бірігу үдерісіне негіз болған жағдайларды кестеден көрсетеміз. Яғни тұрғындар деп отырғанымыз бұл қазақ халқының, яғни қыпшақ тайпаларының жаңағы бірігу үдерісіне негіз болған қандай жағдайлар, қандай факторлар әсер етті екен, соны жазып аламыз. Үшінші тапсырма алаш ұлысының, яғни адамдарымыз, алаш ұрпақтарымыз немесе алашпыз деген сөздерді қалай түсінеміз, яғни алаш деген ұғымға қысқаша анықтама беріп кетесіз. Қорыта келгенде балалар ежелгі және орта ғасырлар оқиғалары арасында байланыс орнату арқылы қазақ халқы қалыптасуының негізгі кезеңдерін анықтадыңыз. Яғни алаш, алты алаш этнонимдерінің